бойдағы энергияны үнемдеп, алдымызда кезіккен кедергілерді оңай бағындырудың, сондай-ақ мақсатымызға ұласып, жақсы нәтижеге, жетістікке оңай қол жеткізудің тамаша бір тәсілін үйретіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге былай дейді: "Ва инна ахаббал аъмали илаллахи ма дама ва ин қалла". Алла тағалаға ең ұнамды іс аз болса да үнемі әрдайым үздіксіз жалғасын тауып отырғаны дейді. Яғни бұл дегеніміз, адам баласы бір істі үнемі үздіксіз Алланың разылығы үшін орындап отырса, бұның түбі үлкен жетістікке алып келеді. Мәселен, сіз 200 беттік бір кітапты оқуға алдыңыз делік. Енді осы 200 беттік кітапты сіз күн сайын 20 беттен үздіксіз оқитын болсаңыз, сіз бұл кітапты 10 күннің ішінде тәмамдап шығасыз. Дәл осылай жалғастыра беретін болсаңыз, сіз бір айдың ішінде шамамен 600 беттей кітап оқисыз. Ал енді бір жылда осы қарқынмен сіз қанша бет кітап бітіре аласыз? Соны бір есептеп көріңіз. Және бұл барлық іске қатысты дүние. Олай болса хадиске амал етейік.